Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұңғыш ұстаз. Здравствуйте, дети! Тема урока – первый учитель. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері. Новые слова. Оқушылар, менімен бірге қайталаймыз. Жаңалық, новости. Әңгіме, рассказ. Жеке, отдельный, личный. Оқушылар, жаңа сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Оқушылар, менімен бірге қайталаймыз. Ыбырай Алтынсарин, тұңғыш ұстаз. Ыбырай Алтынсарин, первый учитель. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда Ыбырай Алтынсарин туралы айтатын боламыз. Ал мынау суретте бейнеленген оқушылар Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсариннің мемориалды музейі. Ребята, это мемориальный музей Ыбырай Алтынсарина в городе Арқалық. Екінші тапсырма, мәтінді оқы. Второе задание, ребята, читайте текст. Оқушылар, мұқият тыңдаймыз және менімен бірге оқимыз. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин отец казахской детской литературы. Ол балаларға арнап көп әңгіме жазды. Он написал много рассказов для детей. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ыбырай Алтынсарин принес известие казахских степей. Ол мектеп ашты. Он открыл школу. Ахмет Байтұрсынұлы, Спандияр Кубиевтер сол мектепті бітірді. Ахмет Байтұрсынов и Спандияр Кубиев окончили одну школу. Ол орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Он дружил с русскими учеными Григорьевым и Ильминским. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз, дара тұлға. Ыбырай Алтынсарин отличный педагог, великий педагог и личность. Оқушылар, енді тапсырмаларға көшейік. Үшінші тапсырма – диалогты толықтыр. Оқушылар, ребята, третье задание – дополните диалог. Оқушылар, сіздерге диалогтың, яғни жауабы беріліп тұр. Соған сіздер сұрақ дайындауларыңыз керек. Біріншісі, первый, Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Теперь вопрос. Енді сұрақ. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Сұрақ. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына не әкелді? Үшінші, третье, Ыбырай Алтынсарин орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Сұрақ. Ыбырай Алтынсарин кімдермен дос болған? Оқушылар, сіздер дәл осылай диалогты толықтырды деп ойлаймын. Төртінші тапсырма. Тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастыр. Четвертое задание. Ребята, вы должны писать текст, используя вот эти нужные слова. Тірек сөздер, нужные слова. Ыбырай Алтынсарин оның балаларға ашқан ол ұстаз әңгіме мектеп дара. Ыбырай Алтынсарин кім, ол не істеді, не жазды деген сұрақтарға жауап береміз. Оқушылар, бұл жазылым тапсырмасы дәптерге орындаймыз. Ребят, это письменное задание, пишем тетрадь.